Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте оңай кепси әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге осындай тауық қанаттары қажет болады. Мен 1,5 килограмм тауық қанатын алдым да, осылай керек емес жерін кесіп тастаймыз да, қалған бөлігін дәл осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Қалған бөліктерінің барлығын дәл осылай бөліп шығамыз. 1,5 килограмм тауық қанатынан менде 26 штук кепси шықты. Үй жағдайында өздеріңіз жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады және сатып алғанға қарағанда өте дәмді болып шығады. Және бағасы да арзанырақ болады. Барлығын кесіп болғаннан кейін осылай тауық қанаттарын біртіндеп алып, пышақпен тесіп алыңыздар. Енді біз маринадын дайындауға кірсем, сол үшін біз тұз, паприка, бұрыш және аджиганы суды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған маринадымызға осылай тауық қанаттарын жақсылап салып, бетін жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. Егер тауық қанаттарыңыз ащы болғанын қаласаңыздар, онда қызыл бұрыш және қара бұрыштан көбірек қоссаңыздар болады. Енді біз кіләрін дайындап аламыз. Ол үшін бір кесені алып, бір жұмыртқаны жарып, үстінен тұз, бұрыш, паприка қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстінен кішкене су құямыз да, оны да араластырып аламыз. Одан кейін оның үстінен керегінше 3-4 ас қасық ұн қосып, ешқандай іртігі қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Қатты сұйық немесе қатты қою болмауы қажет. Енді бір ыдысымызды алып, оның үстінен 3-4 ас қасық ұн қосамыз да, оған да паприка және бұрыш қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Екі сағат уақыт өткеннен кейін осылай тауық қанаттарымызды маринадымыздан алып, бірінші кіларға осылай малып аламыз да, одан кейін ұнға аунатып аламыз. Ұнды барлық жеріне жететіндей етіп, жақсылап аунатып аламыз. Енді одан кейін біртіндеп тауық қанаттарымызды алып, осылай қызып тұрған майда жақсылап 2 бетінде қызартып, қуырып аламыз. Кезек-кезек аудара отыра осылай қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің дайын болған тауық қанаттарымыз дәл осылай әдемі болып қызарып көрінеді. Дайын болған тауық қанаттарын безендіру үшін осылай қасына бір қияр және бір қызанақты алып, әдемілеп турап, тарелкамызға әдемі етіп салып қоятын боламыз. Менің YouTube каналымнан қызанақ пен қиярдың тағы да басқа да кесу жолдарын көрсеңіздер болады. Осы видеоның астында описание бөлімінен қарап көре аласыздар. Менің YouTube каналыма жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта өте дәмді әрі оңай дайындалатын рецептілермен тағы да бөлісетін боламын. Енді дайын болған тауық қанаттарымызды осылай салып шығамыз. Өте дәмді болып шығады, өте қытырлақ. Жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.